Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай лавашты үй жағдайында жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын мен описание бөлімінде жазып қалдырамын. Біз ең алдымен ұнымызға бір қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Содан кейін сұйық майымызды құямыз. Ең соңында қайнап тұрған ыстық суымызды құйып қамыр илейміз. Ең алдымен лопатканың көмегімен илейміз, себебі суымыз өте ыстық болғаннан кейін қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Содан кейін ақырындап қолмен біріктіріп, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз қолға жабысқақ, жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 15 минутқа тындырып қойып қоямыз. Бізге керекті тағамдарды дүкеннен сатып алғаннан қарағанда қолдан жасасаң әлде қайда берекелі болып шығады және өте дәмді болып шығады. Сондықтан сіздер де менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Рецепт өте қарапайым. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз, жанында қоңырауша белгішесін басып қойыңыз. Сонымен біз қамырымыздың бетін целлофанмен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, шелпектің көлемінде етіп, жайып шығамыз. Сіз өзіңіздің ыдысыңыздың көлеміне сай жайсаңыз болады. Қамырды жайған кезде өте жұқа болу керек. Сол кезде біздің лаваштарымыз дәмді болып шығады. Енді біз лавашымызды пісіруге кірісеміз. Ол үшін тап-таза құрғақ ыдысқа ешқандай май құймаймыз. Лаваштың өзін салып, ары-бері аударып, пісіріп аламыз. Әр лаваш піскен сайын арасына су жағып отырамыз. Сол кезде лаваштарыңыз жұмсақ болып шығады. Осылай барлық лаваштарымызды орташа отта пісіріп шығамыз. Міне осымен біздің лаваштарымыз пісіп шықты. Бұл лаваштардан біз донер жасайтын боламыз. Менің каналымнан видеосын көрсеңіздер болады. Менің каналымнан қандай рецепттер күтесіз, астына пікірге жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.